Сәлем құрметті достар, мен сіздерге бүгін Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпір, қыл көпір» атты шығармасын ұсынамын. Әрі десе патша құлады, Керенский кетті, кеңес өкіметі, кедейлер үкіметі келді дегенге жаман атқа жайдақ мініп, көкіректің базарынан ауылға сүйінші сұрап шапқанда осы дәу Омар болатын. Көкірегі ояулықтан емес, білімдар көрінгендіктен емес, кедей өкіметі дегеннің өз жанына жақын екенін әйтеуір бір түйсікпен сезінген Омар жаңа өкіметті қуана қарсы алғаны рас. Дауылбай тағынан құлағанда есіл есек дәме деп бас көтерген. Кедейден болыс қойса мені неге көрмейді дегендей біраз еліреңдеген. Бірақ Дауылбайдың орнына оның жақыны Қорабек отырған соң ышқынып іш тартып қалған. Ал енді Қорабек те жойылып, орнына Тұрардың жақынын табу керек болғанда неге ғана дәу Омарды көздері көрмеген тым түсініксіз еді. Мұны дәу Омар тікелей Тұрардың өзінен келген түйткіл деп түсінді. Қарыз, сүйемдігін істеді-ау. Сонда Оразбақ пұшық Тұрарға менен гөрі бір табан жақын болды-ау. Қу дүние-ай деп дәу Омар бас бармағын шайнап, іші әлем-жәлем болып қызып кетіп еді. Оразбақ дегеннен өз тізгінін қырбасқа ұстатты. Бұрынғы болыстың құйыршығы сатып кетеді деп әркім сыбырлап еді. Олардан қырбастың өзі өтімді келді. Совдептің уәкілі сайлау жиналысының қорытындысына хаттап, оған жаңа болыс қол қойып мөр басуы керек еді. Әне, сол бір қиналған шақта қырбас табыла кетті де Оразбақты онан да аман алып шықты. Сен қырбас ерінді келесің, деді Оразбақ. Қырбас әуелі Оразбақты дұрыстап киіндіруден бастады. Кеңес өкіметі болысты бұрынғы болыстар сияқты жабайы жайдақ киінбейді деп еуропаша костюм, ақ шәйі көйлек, оған қара галстук алып берді. Ал басына дөңгелек құндыз бөрік кигізді. Туасы үстіне мұндай шүберек ілмеген Оразбақ киіміне құлау тигізбей бойын күтетінді шығарды. Аяғындағы хром етектің жылтырынан адамның суреті көрінетіндей болды. Сен аруақты жерден шыққансың, тегіңе тартқансың, мынау сенің баяғы Әлімбек батыр бабаңның қылышы деп салаңдатып беліне бір қайқы жатаған байлап берді. Қанша іздесең де алты атар наган табылмай, содан Оразбақ тақымына құс мылтық басып алды. Бес қаруы түгелденіп, киім басы жөнделген соң, ендігі керегі ақ жаулық. Өзің болыс, өзің бойдақ болсаң жараспайды. Енді сенің үйіңе ұлықтар түсетін болады. Айталық, Ташкенттен Тұрар Рысқұлов келді делік. Қайда түседі?
әрине болыстың үйіне. Сонда үйіңде қатының жоқ болса немене, біреудің қатынына қарызға ала тұрасың ба? Жоқ, болмайды, сені аяқтандыру керек. Ол жағын маған сал, өзім қарастырам, қам жеме, деді Қырбас. Ал енді кешегі уәкіл айтқан тапсырманы орындауға кірісу керек. Аштарға жәрдем астық жинау керек. Кімнен аламыз, кімнен бастаймыз, соны ойластырайық. Әй, мұның ақыл-ай, деді Оразбақ разы болып. Өкіметтің айтқанын орындау керек. Өкімет, аштықпен күрес жөнінде документке анау-мынау емес, Тұрар Рысқұловтың өзі қол қойып отыр ғой. Саған сеніп болыс сайлатты. Енді сол сенімді ақтау керек. Оның жөн-ей, Тұрар айтқан соң орындау керек, деп қостады Оразбақ кенеттен түлен түрткендей тырқ-тырқ күлді. Сол Тұрарды кішкентай бала күнінде талай ұрып жылатып едім. Осыны айтқан кезде танауының самалдан сау қалған жеріндегі көлбақаның желбегіндей ісініп кетті. Балалықта не болмайды, енді мынаны ойласайық, Ореке, деді Қырбас. Оразбақты қақпайлап жөнге салып, азық түлік жиғанда қазір ешкімде тіреліп тұрған азық түлік те жоқ. Там-тұм, тағыл-тұқыл дән, бірер тұяқ әркімде бар. Өте бір сіңірі шығып, сіркесін сыққандар болмаса, ахуаттылардың бәрін аралаймыз. Алдымен сәлік сарыдан бастаймыз. Неге дейсің ғой, әуелі өз туысқандарыңнан бастасаң, басқалар жым болады, ауыздарына құм құйылады. Бірдеңе десе, сен тұрмақ, өз туысқандарымды да аяған жоқпын, сен кімнің шікәрәсісің, деп шыға келесің. Келістік қой, Ореке? Келістік қой. Келістік. Ақылыңнан айналайын. Айтпақшы, әлгіні қашан, деп Оразбек тағы тырқ-тырқ күлді. Нені? Анау ма? Түсіндім, Ореке. Құдай қаласа болып қалады. Әуелі азық түлікті бір қарқын жүргізіп алайық. Анау әлгі Нұрлыда ай десе аузы, күн десе көзі бар, сұлу бар. Бұйырса, сол сұлу екеуің бір шымылдықтың ішінде. Ой, заман-ай. Әй, Қырбас, алдап Құдай ұрмасын-ай, өзің төндіріп қойдың ғой тегі. Сұлу дейсің бе? Мені нетіп кергімей ме әйтеуір? Болысқа көнбей көрсін, деп қоқиланды Қырбас. Кесірінен сақтаса, сәлік сары ауылы әне-міне жаңа астыққа ілініп, тіке келген ажал болмаса, өле қоймас. Өле болды ғой, 20 түтін сәлік сары жүндей түтіліп, сонау Алматының ар жағынан 25 жылдан соң елге әрең жетіп, енді есі кіріп етегін жаба бастағанда, үлкен жылан тап келіп, ашаршылықтан бірге келген індеттен, қара шешектен әсіресе бала-шаға баудай түсті. Талғар таудан Түлкібасқа тұңғыш қайтқан Дәу Омар 1906 жылы
рысқұл сүргінге Сібір кеткен соң бір-бірден үздік-создық арып-ашып әйтеуір туған жерге жетіп жығылған Шыныбек. Қорған үшін ең соңында Ахат еді. Бұрынғы құрамнан Рысқұл жоқ, Молдабек жоқ, Қуанышбек жоқ, ал ажалын әлдеқашан жақын деп өлім ноқтасына мойын ұсынып қойған Ахат әлі тірі. Шықпа жаным, шықпа деп сай-сайдан жуа теріп, алғы жеп, үркектеп отырған үркедей ауыл енді Оразбақ болыс ауылы аталды ма? Майлыкент болысының кіндігіне айналды. Бардамшылық заман болса, ұлан асыр той жасайтын жағдай ғой. Оразбек болыс болғанда сәлік сары тышқан мұрнын қаната алмады, не керек? Сөйтіп отырған ауылдан аштар үшін азық-түлік жинау басталған. Беліне қылыш, мойнына мылтық асынған Оразбақ қасында қырбас хатшы милициясы және бар. Сау етіп сәлік сарыға хатшы милициясы және бар. Сау етіп сәлік сарыға жетіп келген өгіз жетектеген арбалары соңында. Оразбақсың қарақ деп жаман үйдің иығына шүйірмелесіп отырған Ахат пен Үсен өз қандасын танымай қалт-құлт етіп орындарынан тізелеріне таянып әрең тұрған. Олар орындарынан тұрғанда Оразбақ аттан түскен жоқ. Қайта астындағы тоқ торының тізгінін жорта жұлқып, аты атырылып тұр екен деп айтсын деп жануарды жұлмалап зәрезеп етті. Өкіметтің тапсырмасымен жүрміз, деді Оразбақ өз ат ойнақтатып ауыздықпен алысқан болып. Тоқ торы атырылып тұрған асау болмаса да, иесі тізгінді тарта-тарта езуін жыртар болған соң көзі ақиланып, осқырынып, өзінше тарпаң мінез шығарған. Қалтаңдаған екі шал торы ат қағып кетпесін деп ығыса-ығыса үйдің іргесіне тіреліп қалған. Аштарға ауқат керек, ауқаттарыңнан бөлесіңдер. Кәне, әкет ата, сізден бастаймыз. Осыдан 10 күн бұрын бір қап тарың бар еді ғой, қайда? Соның жартысын бер, әне арбаға апарып сал. Ахат иегі дір-дір етіп сөйлерге сөз де алмай тұтығып қалды. Қайдағы бір қап тары, Оразбақ? Аштарға көмек берер болсаң, алдымен бізге бер, ойбай. Сәлік сарыдан өткен кедей ел жоқ бұл атырапта. Өкімет әділ екен, бізге көрсетсін жәрдемін. О несі-ай? Бетімді сығып, қанын жалап отырсам, менен тары сұрайды ғой. Ата, менің болыс болғаныма қуанғаның өсе ма? Сендер бүйтіп бүлінгенде басқа ел не демек, Сонда мені ертең ана Қорабек күзатып, үкіметтің тапсырмасын орындамадың деп орнымнан алып тастайды. Сол ма керегі, Туысқан болып жарытпағандарың осы ма? Әй, құдалыққа келгендей сізді келіпсіздер. Түс аттан кіруге әліп шық төрені. Оразбақ нөкерлеріне маңқ-маңқ етті. Ахат Оразбаққа жақындайын десе, көзі аларған торы ат
қыршыңқыланып тісін ақситады. Оразбақ мені естімей тұрған шығар деп ахат қырылдақ даусын барынша шығарды. Әй, Оразбақ! Талғап жүрекке талшық етіп отырған бірер уыс тары аларсың, бірақ біреуін кімге бересің? Бізден өткен аш бар ма осы орайда? Білмеймін, деді Оразбақ түкірігіне шашырап. Мен өкіметке тапсырамын, өкімет кімге береді өзі біледі. Аштарға атала пісіреді, тұрар солай деген дейді. Тұрар олай демейді ғой. Тұрар кедейді тона, қапа, қина, қиянат жаса демейді ғой. Олай десе оны менің көз жасым атып кетер. Тұрар халық үшін тұрар, ал халыққа көлденең тұрған күні тұрар тұрғырынан түседі. Ал сені оның тұрар болыс сайлатса, онда жарамаған екен. Онда Құдайдың өзінде де әділеттік жоқ болғаны. Әй қақпас, тұрарды тілдеме, деп Оразбақ маңқ етті. Манадан бері сазарып қалш-қалш етіп тұрған үсіп жерде жатқан күректі ала салып, о шірік, сенен боқтық естігенше өлген артық, деп құлаштап тұрып Оразбақты бастан ала ұра берген кезде қырбас күректі алқымынан ұстай алды. Ойбай, мына келдіреуік мені күрекпен ұрып өлтіре жаздады-ай, деп Оразбақ қылышқа жармасты. Өкіметтің өкіліне қызмет үстінде қастандық жасағаныңыз үшін сотталып кетесіз, деп түсіндірді Қырбас Үсіпке. Қырбас енді Оразбақтың қылышына жармасты. Өзін ашық ажалдан сақтап қалғаны үшін Қырбасқа дән риза болған Оразбақ Қырбастың айтқанына тез көніп, қылышты қайтадан қынабына салды. Соттатсаң сотта, деп қалшылдады Үсіп. Рысқұлдан әулие емеспін, бірақ саймасай болысты атып өлтіргені үшін Рысқұлды патша соттап еді, ал мені ақымақ Оразбақты аттан ұрып түсірмек болғаным үшін мені кеңес өкіметі соттар. Кеңес өкіметі кедейлердің досы деуші еді. Мені досым соттаса өкінішті-ақ, басқа түкке түсінбеймін. Өкінбеймін мен бейбақ. Бұлар осылай шаңқ-жұқ болып жатқанда Оразбақ болыстың жасақтары ахаттың өлесі кемпірін домалатып тастап, үйден жарты қап тарыны сүйретіп алып шығып, өгіз арбаның үстіне атып ұрды. Ахат қапқа қарай ұмтылмады. Оған қауқары да қалмаған. Тек дуалға арық арқасын сүйеп тұрған қалпы сылқ етіп тізесі бүгіліп, сүйретіліп отыра кетті. Енді міне қалтырауық иттің үйін тінт, деп бұйырды Оразбақ. Үсіптің жатаған жайдақ тамы Оразбақтың қаһарынан қорқып бұға түскендей тым жүдеу көрінді. Дауылбай жаман жау еді, бірақ мынандай сұмдыққа ол да бармаған. Көкпеңбек аспанда ақтаңдақ бұлттар көшіп барады. Жер бетінде туысқан-туысқанды бопсалаған келеңсіз қылықты көріп бұлттар мұңаятын сияқты. Заңы теректің басы иіліп, жапырағы жамырап, жабыла жылап қалған. Ұлтуған кемпірдің ащы айқайы аспанға шаншыла шықты. Елдің жұрттың қайғы-қасіретінде ашыққанда шаруасы болмай керіліп жатқан маңғаз дәу қара таудың арқасын ала жарып
дір-дір ете қалғандай болды. Ананың баланы жоқтап зарлағаны бір басқада, ананың баланы қорғап зарлағаны мүлде басқа болады екен. Ұлтуған Молдабектің бәйбішесі ғой, басына неше алуан дәурен өткен, жақсылықты да, жамандықты да сәлік-сарымен бірге бөліскен, осы елге бүлдіршіндей қыз кезінде келін болып келіп, енді белі бүкір кемпір болған. Құрметті оқырман, осы оқиғалардың жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лүпіл басып, пікірлеріңізді жаза кетулеріңізді сұраймын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.